Сторителлинг қарапайым тілмен айтқанда әңгіме айту. Мысалы, сіздің белгілі бір біліміңіз немесе тәжірибеңіз бар. Соны басқа адамдармен, досыңызбен, отбасыңыздың мүшесімен немесе бір топ адаммен бөліскіңіз келеді. Бірақ жай ғана болған оқиға туралы ақпаратты жеткізу емес, тыңдаушы сол оқиғаны сізбен бірге бастан кешіру үшін әңгіме жасап шығару. Сол үшін сіз эмоциялар, атмосфера жасайсыз, ал адамдар жай тыңдап қана қоймай, бұрын басыңыздан не өткенін сезінетін болады. Әңгіме айту неліктен маңызды дейсіз бе? Әрқайсымыздың өз өміріміз, отбасымыз, қоғамдастығымыз бар. Біз белгілі бір жерде тұрамыз, саяхаттаймыз, тәжірибе жинаймыз. Міне соның бәрін басқалармен бөліскенде біз тәжірибе және эмоция алмасамыз. Сторителлинг деген сол туралы. Сізде айтқыңыз келетін бір хабар бар және басқалар сізді түсінсе дейсіз. Мысалы, сіз мәдениет туралы әңгімелейсіз. Бәлкім адамдарға сол мәдениеттің өкілі болған қандай екенін, сол қауымдастықтың немесе отбасының мүшесі болу қандай екенін түсінуге көмектескіңіз келетін шығар. Әңгіме айту бәріміз үшін маңызды. Қай жерде келсеңіз де, кім болсаңыз да, естіген әрбір әңгіменің бір пайдасы тиюі мүмкін. Әркім әңгіме тыңдап, соның бір бөлігіне айналып, ой елегінен өткізе алады. Мысалы, салынып біткен ғимаратты сәулетші қалай жобалағаны туралы әңгімені естісеңіз, сыртқа шыққанда ғимаратқа басқаша қарай бастайсыз. Әңгіме айту әр мәдениетте, әр елде бар. Көптеген кәсіпқойлар сторителлингті күнделікті жұмысында қолдануға тырысады. Бір қызығы, адамдар кейде әңгіме айту сияқты қарапайым әрекетте өте бір маңызды іс үшін қолдануға болатынын түсінбейді. Әңгіме айту әдісін сарапшылар, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, балалар мен жасөспірімдерге түрлі ақпарат пен қауіпсіз ортада танысуға көмектесу үшін өзара әрекеттесу және бейімдеу құралы ретінде барған сайын жиі пайдаланып жүр. Мұнда әңгіме айту оқыту емес, әңгімемен бөлісу, адамдарға сол әңгімелер туралы ойлануға және сол әңгімелермен бірге өсуге мүмкіндік беру екенін түсіну маңызды. Егер сторителлинг туралы түрлі дерек көздерді қарасаңыз, олар негізінен нақты бір салаларға, мысалы маркетингтегі сторителлингке арналған. Бірнеше жыл бұрын біз кез келген қоғамда үйлесімді және бейбіт өмір сүру үшін маңызды болып табылатын балалардың саналы азаматтық сезімін арттыру және ұлттық болмысын дамыту сияқты батыл әрі маңызды мақсат қойып, Қазақстанда сторителлинг әдісін дамыту бойынша жұмысты бастадық. Мұндай жұмыс мектепте, кәдімгі сабақта ұрпақ аралық әңгімелер тәсілін қолданғанда әлдеқайда тиімдірек болады.